Assalamualaikum dostlar. Sonunda videoda заднийді фарды қосқан кезде мынандай масса дұрыс емес маргариттан тұр. Соны устроение ететін боламыз. Фар бәрі қосылып тұр. Бір-екі. Достар, міне көріп тұрғандарыңыздай бос жатыр вообще. Ештеңе бекітілмеген. Осының бастарын бәрін тазартып жіберетін боламыз. Мына жерде басынан болып саламыз. Міне аяғын тоже изоленттеу керек мынандай жерлерін. Так, достар, кетпеді. Массасын тазартып салдым. Міне еще дополнительный масса жібердім. Неден болуы мүмкін? Айтып жіберсеңіздер, кімде қандай жағдай болды. Мен осының бәрін тазарттым, қай жерде массасы бар. Мына главный екі жағыныкін да тазартып салдым. Сонда да слабый масса маргариттап тұр. Басқа неден болады? Заднийға салғанда да солай. Айбаттарға қосылып тұрғанда да солай. Не поворот вообще снова. Достар, кешегі фардың клемаларын талғағаннан болмады, қоймады маргарит етуін. Енді міне минустан аккумулятор кузовқа лақтырып көрейін деп тұрмын. Жоқ екен кузовта. Мынадай сатып алдық. Мына проводты генератордан міне кузовқа бекітетін боламыз. Мына жерге. Сосын результатын көрсететін боламыз сіздерге. Достар, әлі де барым, бірақ кешегіден шамалы жақсарған сияқты. Шамалы разница бар. Яғына мән бермей қойыңыздар. Үшін отражатель қарайған. Кімде қандай жағдай болды? Комментарийде жазып жүрсеңіздер комментарий.